5 бап. Педагогтік әдеп. 1. Педагогтік әдеп заңдылық, адалдық, жауапкершілік, жеке адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу қағидаттарына негізделеді. 2. Педагогтік әдепті бұзу тәртіптік теріс қылық болып табылады, және педагогты Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес тәртіптік жауаптылыққа алып келеді. 3. Педагогтік әдепті білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді. 6 бап. Педагогтың кәсіптік қызметін қамтамасыз ету. 1. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс беруші педагогке ол кәсіптік қызметін жүзеге асыру үшін жағдайды қамтамасыз етеді. 2. Педагог кәсіптік қызметін жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, оны кәсіптік міндеттерімен байланысты емес жұмыс түрлеріне тартуға. Одан Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамасында көзделмеген есептілікті не ақпаратты талап етіп алдыруға. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделмеген тексерулер жүргізуге. Оған тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша міндетті жүктеуге жол берілмейді. 3. Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының педагогтерін олар кәсіптік қызметін жүзеге асыру кезінде мемлекеттік емес ұйымдардың іс-шараларын өткізуге тартуға жол берілмейді. Жалғасы келесі видеода. Арнамызға жазылып қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.